құрметті депутаттар, қаралып отырған заң жобалары мемлекет басшысының жолдауын іске асыру шеңберінде әзірленді. Заң жобалары ғылым және технологиялық саясат мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық негіздерін жетілдіруге бағытталып отыр. Заң жобаларында ұлттық ғылыми жүйені дамыту тетіктерін регламенттейтін құқықтық нормалар көзделіп отыр. Ұлттық ғылым академиясының құқықтық мәртебесін және қаржыландыру тетіктері бекітілді. Жаңа депутаттар көтерген біраз мәселелерге жауап ретінде депутаттардың берген түзетулерінде қарауға болады. Сонда біраз мәселелер шешіліп отыр. Депутаттар өте үлкен белсенділік танытып, көп түзетулерін беріп жатыр. Соның ішінде мысалы бюджет рәсімдерін оңтайландыру бойынша, сатып алу рәсімдерін жеңілдету бойынша, салықтық преференциялар беру бойынша, жалпы бюрократияны азайту бойынша өте жақсы түзетулерді депутаттар берді. Сондықтан барлық мәжілістегі комитеттер өзінің оң қорытындыларын беріп, біздің комитеттің тиісті кеңейтілген отырысы өтті. Сондықтан бүгін осы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды сұраймыз. Рахмет.